Шавкат Рахмонов. Әлемдегі ең үздік жауынгерлердің бірі. Қазақ жауынгері октагонда өткізген әр жекпе-жегін уақытынан бұрын, яғни досрочно жеңген әлемдегі жалғыз адам. Жауынгерлер, эксперттер және де аналитиктердің айту бойынша жақын уақытта Шавкат Рахмонов UFC чемпиондығына да қол жеткізеді. Күндіз базарда тәшік айдап өскен бала дәл қазір ең қауіпті жауынгерлердің бірі. 16 желтоқсан Қазақстанның тәуелсіздік күні өтетін UFC 296 турнирінде Шавкат Рахмонов Стивен Томпсонға қарсы жекпе-жек өткізеді. Соған орай бүгін біз Шавкат Рахмоновтың топ 5 ең үздік жекпе-жектері жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат MMA арнасы. Осы видео басталмас бұрын міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Және де біздің Азамат MMA телеграм арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Тек осы жерде сіздер UFC-ді тікелей эфирде тегін көре аласыздар. Сонымен қатар UFC және де бокс туралы актуалды ақпаратты осы жерден таба аласыздар. Сондықтан міндетті түрде тіркеліңіздер. Ал біз бастаймыз. 8-0 рекордына ие Шавкат номад шайқасы 10 турнирін басқарып, Фаридун Адиловқа қарсы жекпе-жек өткізген еді. Алғашқы раундта екі жауынгер ауыр соққылармен ауысуға дайын болып, жекпе-жекті жоғары темпте бастады. Соның бірінде Одилов нокдаунға түскен еді. Екінші раундтың басында Шавкат тейкдаун өткізіп алған еді. Алайда бірден Кимураға шығып, раундты оңай бермеді. Фаридун соққы алмасуды жөн көріп, дәл соққыны іздеп жүрді. Және де амплитудалы ауыр оверхендті дәл тигізген еді. Солай Шавкат мансабында алғаш рет бұндай қиындықпен күресіп, раунд соңына дейін шыдаған болатын. Тіпті раунд біткесін тұра алмай, әрең дегенде бұрышына еміктеп жеткен еді. Дегенмен Шавкат өзіне қайта оралып, 3-ші раундтың соңына таман жекпе-жекті аяқтады. Солай Шавкат алғашқы чемпиондық белбеуіне қол жеткізді. Тұрып M1 Global Promotion'де тағда бір жекпе-жек өткізуді көздеді. Сол кезде Шавкат промоушен чемпионы болып, Тиаго Варижауға қарсы тұруға келісті. Бұл жекпе-жекте Шавкат алдымен корпусқа айналып тепті. Кейін дәл солай, тек басқа тегізіп жекпе-жек аяқтауға көшті. Қарсыласын гильотинаға алғысы келгенімен бразилдік жауынгердің жол болып кетті. Алайда ұзаққа бармай бірінші раундтың соңында Шавкаттың граунд энд паундына қарсы тұра алмай жеңілген еді. Well, he survived it, but for how long? Rachmanov is just so happy to go. You know, he's landing solid shots. He was out! Look at his first round knockout! And he is a future star, Ian. That man can go anywhere he wants. Wow!
UFC сапындағы алғашқы жекпе-жегін Шавкат Рахмонов бразилдік ветеран Алекс Оливейраға қарсы өткізді. Раунд басында Оливейраның соққысы дәл тигенімен бұл Шавкат үшін бастау керек деген сигнал болды. Осыдан соң Шавкат темпті көтеріп, қарсыласына соққыларды жаңбырдай жаудыра бастады. Кейін клинчтен ыңғайлы позицияға шығып, гильотинаға көшті. Қатарынан 13-ші жекпе-жегіндегі жеңіс және 6-ші сабмишн. Шавкатты үздік проспекттер қатарына қосты. Жарты раунд ішінде Шавкат өзінің кім екенін көрсетіп, кез келген сатыда жекпе-жек өткізуге дайын екенін дәлелдеді. Бұл Қазақстан үшін есте қалар тарихи дебют. Шавкат Рахмонов тәжірибелі Мишель Бразейрас пен Карлстон Харристі жеңген соң, жартылай орта салмақтың топ 15 рейтингіне қосылған еді. Сол кезде Шавкат Нил Мэгниге қарсы жекпе-жек өткізді. Біраз жас талантты жауынгерлерді жеңіп келген Мэгни өзінің соққыларымен көзге түсетін. Ұзындау келген американдық жауынгер жартылай орта салмақтағы жеңістер арасында рекордты ұстап, оңай берілуді қарастырмаған еді. Жекпе-жек басталмас бұрын Шавкатқа трэш-токты қолданып, қиналмай жеңемін деген. Жекпе-жектің басында Шавкат Мэгниді бірден құлатып, жоғары сатыдан ауыр соққылар тастай бастады. Дегенмен тәжірибелі Нил Мэгни кей кезде қарымты соққылар тастап, сабмишнге шығуға тырысты. Екінші раундта Шавкат торпеданы қосып, тейкдаун жасады. Нил Мэгни басқа қарсыластарға қарағанда партерде қарсы тұруға тырысты. Алайда соңғы раундта Шавкаттың гильотинасына түсіп, шыға алмай қалды. Рахмонов тәжірибелі грэпплерден тактика жағынан басым түсіп, өзінің тұзағын ұстап алды. Осы жеңістен соң Шавкат миллиондаған жекпе-жек сүйер қауымның көзіне түсіп қана қоймай, жалғыз комментатор қыздың жүрегін жаулаған еді. Shavkat Rakhmonov. That man gives me chills. Voice change. UFC сапында 4-0 рекордына ие Шавкат Джон Джонс басқарған UFC 285 турнирінің мейд-кардына қосылып, Джефф Нилге қарсы жекпе-жек өткізді. Бүкіл UFC ростеріндегі ең ауыр соққыларға ие американдық жауынгер темір жұдырық лақабатына сай болатын. Салмақ өлшеу кезінде Джефф Нил Шавкаттан 2,5 килограммға ауыр болатын. Дегенмен жанкүйерлерді жекпе-жексіз қалдырмайын деп Шавкат бұған келіскен еді. Нил алғашқы раундтан ауыр соққыларына сеніп, бірден қосыла бастады. Бұған Шавкат сайдстеппен қарымта шабуылмен соққыларын дәл тигізіп жүрді. Кей кезде аяқпен соққылар тастап, Нилге бір қиыншылық алып келді. Әр кезде жоғары темпті ұстанып, жақын ара қашықтықтан өзін керемет көрсетті. Екінші раундта екі жауынгер ары қарай қанды шайқасты жалғастырды. Дегенмен Нил кей кезде өзінің ауыр соққысымен Шавкатты таңғалдырды. Алайда бұған қарамастан Шавкат өзіне ыңғайлы ары қашықтықтан жақсы жұмыс істеп жүрді. Үшінші раундта Джефф Нил қарымта шабуылда соққы сериясын дәл тигізіп, Шавкатты потрясать еткен еді. Рахмонов бірден клинчке көшіп, өзіне қайта оралды. Солай оң жақ қолмен дәл соққы тастап, ендігі кезде Нилді тұрған нокдаунға жіберді. Әрі қарай Шавкат торының қасында біраз ауыр соққыдан соң қылғындыру әдісін іздей бастады. Раунд соңына 50 секунд қалғанда Шавкат Джефф Нилді кішкентай інісі секілді қылғындырып, кезекті уақытынан бұрын жеңісіне қол жеткізді. Осылай Шавкат қатарынан 17-ші жекпе-жегінде уақытынан бұрын жеңіске жетіп, чемпиондық белбеуге басты үміткерлердің бірі атанды. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Қалай ойлайсыздар, Шавкат Рахмонов Стивен Томпсонды жеңе ала ма?
Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық? Комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат ММА арнасы. Сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.